келгенбіз. Hamımızga шын жүректен сол байрамды шөкіміздерге, достарымызға шын көңілден рахмет айтамын. Бүгінгі байрамымызды қорытып, hamımız достардың басында жиналып айтатын пікіріміз қабыл болсын, кешілер алмайын десін. Hamımızın денсаулығыңыз береке болсын, шаңырағыңызды амалық жақсы ниетті дастархан басында шашымыз есеп береді. Hem ortası uçarsa şahsi niyetlerde, toylarda şahsi o hepimizde vesile etmesin. Yeni gece olsun bulayım ki aldığımızda başka da konuşlarımız var. Eli çocuklar sonrasında ağzımız, bağırımızın bütün bulup şahsi o vesile etsin. Rahmet. Rahmet oturlarınızda var. Şimdi Filip'e çıkanlar şimdi kızı var ya. 10. klastың уақыты физика кабинетім еді. Мен қоңырау болып кетті. Әмме сыртқа шығып кетті, мен бір өзім бір жазуы қалып қойып едім. Бір уақытлары есіктен шығайын десе, есік ашылмайды. Итердім, ашылмайды. Жүгіріп келіп барып, дүгібелі бірақ есік ашылып кетті ғой. Бұл қашып кетті. Есікте қарап тұрған екен, ота жаңағы есік қой. Бір уақытлары математика ұзын мұғалім бар еді ғой. Жаңбырбай емес, одан шәкіртті. Назарбайның жігіт ағасы. Әділбай алдынан жоңға түсті ғой. Деп қарап тұрып, қақ ұрдым мен шегеме. Кетті, шығайын деп едім. Қараса бір минуттан қызарып кеттім ба деді. Темірбай қадам қуырса қашып кетті. Рахмет. Сау болай рахмет. Зымырап міне жылдар алға тартты, балдырған шағатта қапты. Шіркімай ер жетіға қалғанбызға ойлайтын болып біз ал махаббатты деп. Қалай біздің кластың жігіттері анау үйдің жағындағы поштаның жағына келіп гитарамен немерен ән айтып тұрғанда жігіттер болған. Кімдір? Кездескен нұрларына қарай әңгір болатын сол кезде керемет әңгір. Сол қожайын айтып. Кездессем ол біздің өлең ғой. Мен сол айтса іштері. Жоқ, қазір айтамын. Шал болып қалды. Кездессем нұрларына қарай. Мен сені жаныма қалаймын, сен үшін мен де бәрібір тірек. Мен сені жаныма қалаймын, сен үшін мен де бәрібір тірек. Түйдірдің, тіліңнің ұшынан сүйдірдің. Бір емес, екі емес мың сөйдім, махаббат отына шын күйдім. Бір емес, екі емес мың сөйдім, махаббат отына шын күйдім. Әлдебір бар шығар сүйгенін, тәкаппар менсінбе жүргенін. Өмір зор мені қостанасың, мейірімсіз соққаны жүректің. Өмір зор мені қостанасың, мейірімсіз соққаны жүректің. Сен деген негізі әдебиеттен күшті болдың. Шашақта шықпай ашқан Не болды? 30 жылдың видео суреті бар. Кімге тастадым ба? О, қайырды? Мұнада запис бар. 30 жыл. 20 жыл. Қой, 20 шығар. Қой, 30. Қадірменді достар, енді жаңағы алыстан 6 жасар бала келсе, ақсақал ата сәлем береді дейді ғой. Біз бір кезде бір класста пай-пұлынбай келісіп, ойнап-күліп жүрген достар болғанмен де,
бүгінгі таңда енді біздің арамызға сол анау 4000 шақырымнан біз енді өзіміз Алматыға барған сайын 4000 шақырымнан келіп жатқан деп біздерді сөйтіп қошеметтейді. Сондықтан 4000 шақырым жүрген бүкіл қызметін, алтын уақытын осы класстастарым үшін жанпида келіп жатырған Ақай Асқар отыр ортамызда. Өткесені орынбек отыр. Осы екі кісіні той төріне шақырамыз. Ағайып шығай. Бүгін сағаттың 8-де түсіп, жаңағыны келген бастап толқыдық. Енді өте валиде болады екен, адамдар толқып кетеді екенсің. Себебі көп жігіттерді, қыздарды бір 20 жыл, 25 жыл, 40 жылдық деп жатқанменен арасында 25 жыл көрмеген қыздарды көрдік, жігіттерді көрдік. Өте қуаныштымын. Қуанышты енді бәрінде де таныдым, бірақ бағана айтып едік, асылды ғана осыдан 2 жыл бұрын бір танымай қалғаным бар. Асылдан кешірім сұраймыз, сол үшін осы жерде. Ана валианында отырсақ, кіріп келді ғой қыздар, қасым қыздары. Мен сәлемдесіп жатырмыз бір кезде, асылдың мамасы келді дегенде ойлап қалдым. Сондықтан өте қуаныштымыз. Бүгін сол көптен бері көрмеген балдарды көріп, еске алып жатырмыз. 66 жыл бірінші класты есімізді ұмытпасақ. Ақшепетте солай дағдаймен оқыған жерімізде сол кезден бастап бәрі қазір көз алдымызда өтіп жатыр. Біраз нәрселер. Одан анау Астана құжақтағы мектепке көштік, жолдың бойында ұзын участок көп 7-8 класс сол жақта өтті, көп өміріміздің ең. Жаңа мектепті 8 класста ма, 9 класста ма көшті ғой? 8. 8-де ақша апамыз физика сабағынан кеттік те, тастап алып, таза мектепке келетінбіз. Ауылға жақында болсын деп мектепті сол жақтан салдырдық қой, біз ар жақтан келетін. Сондықтан бәрімді көргенім өте қуаныштымын. Енді арамыз алыс күнде, бір күнде, 10 күнде, бір айда көріп тұрамыз айта алмаймыз. Сондықтан мен бәрімді көргенім өте қуаныштымын бүгін. Сол жақта тұрып отырмыз. Кім Орынбекті айтып кетті ғой, бағана заман сондай болды ма, қазір енді бір ауылдан шықсақ та, сол бір мектепте оқысақ та, қазір 30-мыз, былайша айтқанда 30 жақта тарап жүрміз. Сондықтан енді ол өмірдің заңы, талабы, бірақ сонда да осы басымызда қосып, бүгін осы жерде кездесіп, Ақтаудың ортасында жаңағы WhatsApp ашып, одан WhatsApp арқылы қыздар ұйымдастырайық осы қаржылықты Үстірған бар, Қалаш бар, Әлима, Валя бар, үш жерде жігіттер. Бәріне үлкен рахмет, осындай басымызды қосқандарына Қалаш. Басқан айтамыз, сол өміріміздің сол жақта тұрып жатырмыз. Қазір бұлай кішкентай айтсам, бір бала, бір қызым бар, екеуі жоғары оқу орнын бітірді. Үлкен қызым полиция майоры қазір болды. Ұлым капитан қазір тоже кемдерде істейді. Жолдасым өздерінің біразын білсіндер, осыдан 5 жыл қайтып кетті, өмірден кетті. Сол жұмыс бар, сол жүріп жатырмыз. Бәріне үлкен рахмет айтамын. Рахмет. Рахмет Асқар. Асқар өзің енді Алматыдан кейін анау Жамбыл жерінен келіп жатқан біздің Темірбай мен Жәмила деген класстасымыз бар. Сол кісілерді ортаға шақырайық. Темірбай. Сол кезде пойызбен кеткенмін барғанда. Осы келе жатыр дегенде қай жерден түсесің, сағат нешеде? 10 минут уақытымыз болды. Сол 10 минуттың ішінде келіп, мына класстасқа деген, бала күнге деген бір сағыныш қатты керемет әсерде болдық. Үміткүл, Темірбай, Жәмила түнгі сағат білмеймін 11 жарымда ма
жуалы деген станциядан шығып, видеоға түсіріп, сол жерде бір қарыз болып қалғанбыз. Өте керемет кездесу болды. Ай маған. Мынау әріптестер, кластастар, өте қуаныштымыз. Осы бір 4 ай бұрын естігенде осындай 40 жылдық кездесу болады деп. Ол күн қашан болар екен деп. Сөз үшін өте асықтым. Көрсем екен тезірек, осы күнге жетсем екен. Енді действительно уақытында жаңа 30 жылдық болды, 20 жылдық болды, жұмыслармен көп шапқылады, балдар жас болды. Қазір Құдайға шүкір балдар қыздар бәрі орында. Құдайдың берген келіндері, немерелері шауып жүр. Өздеріміз боспыз. Осы күн қашан болады екен деп 44 күн бұрын билет алып қойдық. Билет болмай қалады. Өте қуаныштымын. Қарап отырмын, көрсін естілетіні ұмытқан екенбіз. Бәрімізге де осы мынау жолдастар мақұл болған сіздер бәрі иманды болсын. Өткен күн бәріне салауат. Уақытысымен сәтімен бәрі. Мен бір қызықтан әңгіме айтып берсем, күнімен күйеу ағамыз бір. Күйеу ағамыз лақалдың ар жағына сөйтіп, күйеу бері қарай өтеді. Біз лақалда шоғылып қаламыз. Бері сықып өткен кездері патстан жүзінде жаңағы қызылша егер. Сол қызылшаға түйенің бәрі кетіп қалады. Мен күйем ақсақ, кәрі, анаға жетер дегенше, аңға жеп, орда жаңағы несі ұстайды, мен күйем далда қалып қойып, мен как болды, тап-таса болып екен жетектеп қараңда. Ана терлердің егелердің бәрін қамап қойып, жаңағы нелерін, түйелердің егесі қамап қойып, сөйтіп қызық болады. Сөйтіп кешкісін түйені қамаймыз, кешкі шайымызды ішеміз, сөйтіп астығы қойғышын аламыз. Ой, құрбыларым, жайғалы ағаның жәбіршесі ерді піседі, қожан ағаның қауыны ерді піседі. Соларға ұрыққа барамыз. Сонда жаңағы көп жыл көрмедік енді. Бүгін Жәмиланы көріп өте қуандым. Сәтіштің телефонын алсам ба деп. Сонда Сәтіш біздің ең қалаларымыз. Иманды болсын жаңағы кім Муса. Бәріміз көрші неғылып, Орынбек бар. Бәрімізді жаңағы астыға көгешін аламыз. Асфальт жетіп сызамыз. Мына жерде кіресіңдер, мына жерде көрмек, кейін жәмілше. Сен қауын торлаймыз, жәмілшең барамыз, қараңғы, іскелеп жүрміз. Жаңағыдай несінің иіс барын табамыз әйтеуір. Сөйтіп бір күні бір жігіт тойға барды. Тойға барсақ, жаңа жайғалы ағай, Байғали ағай ма, сол тойда жүр екен. Оля, үйінде ешкім жоқ, кеп! Мен де барады. Ол кісі де барады, жаным шұры. Сөйтіп барып, арқайымыз қой. Ана кісі тойда жүр. Шақалата алсақ, бір кісі қайдан келген, білді ма дейм ол кісі бізді. Ана қауымға кетті орныққа де. Келіп қаш. Білмеймін не болған. Әйтеуір біраз сондай қызық болды. Сөйтіп, бір күндері өтеге мантықтың еркіне бардық. Ұрыққа бардық. Ол бір шетінде болатын жаңа. Абрикос дәу өрігі болатын. Соның төбесінде отырып, тересін ана болса, мен бір өрігім түсіп кетті деп қойды. Біз төменде тұрмыз. Орынбек бар, не бар сөйтіп. Келіп қаламан деп неғып отыр. Бір кезде айқайлап атырмыз. Ол өтеген мастың өзі соң төменде туалетте отыр екен ғой. Біз жанында өрік нұрға бардыңыз жаңа. Орынбек бәрі шулап атыр жаңа. Мұса жаңа мен бір өрігім түсіп кетті деп айқайлап атыр. Бәлен сақтаңын нәлеттер деп еді. Қашты, жоғалға алып қойды. Секірді. Қаштымыз әрі жаңа. Есінде де сөйтіп өрікті бар, ет жинап қойнымызға салып атсақ, абыр-сабыр болатсақ, ана кісіге не болатсыз бір деді ғой. Сода бет апылып қашты.
сосын мен балардың ізіне мен үндемей отыра бердім. Алар өріктерін шашып тастап қашқан болмай келетін болатын еді бұл жерде. Сосын ана забордың қарай қашты, забордың ізіне қуалап кетіп мен үндемей отыра бердім өріктің үстінде. Алар кеткен кезде жайлап үстінде өрікті шашпай есігінің алдында аулада қападан шығып көшеге шықты. Сосын олар апыр топыр келіп тұр құтылып. Қолдарында бір түйір өрік жоқ, тастап қашқан ғой. Мен қолым тола өрік, ешқайсысына бермеймін, жеп жүрмін жалғыз. Осыны точно есіме түсіп отыр. Содан кейін ертесі сабаққа отырмыз ғой, шүкіріпті. Ана Назира ше, Нұридинова. Әйтпесе сендер емес пе, ана ерік ұрып қопарған дейді да. Оны көрсі сол, естіпті ғой. Ол сондай қызықтар болды. Мен өзім жолдасына берейін. 4 ай дегенде естіп бұл кісіге жүр бірге барайық, жолдастарымды көрсетейін деп әйтеуір ертіп келген. Енді Баршаңызға сәлем дейін, баршаңыз мына 40 жас той қойген сіздерге. 40 жас тойларыңыз құтты болсын. Осындай тойдың және бір екеуін жасап тастаңыздар. Немере шөбере сүйіңіздер, қартаймаңыздар, өстіп жасарып жүре беріңіздер. Мына WhatsApp-та күніге темірбайға оқып берем ғой, мына қандай қыздар шығып жатыр. Қарашай, сен де жасайшы деп қоя ғой бұған. Ол барып көремін ғой дейді, бұл ондай телефон онша емес. Ішінде бәрін айтып, жазып отырғандар Валяны, Шашақшыда бәрін айтып отырамын. Үстірғаным қоймай. Сені қоймай ма? Үстірған мені қоймайды. Сен шоманайшы болып, шоманайдың қызы бола тұра, сені біз қалай танымаймыз деп қояды. Әйтеуір, енді ақырап бастадың ғой енді сен. Енді мені тап бердім енді сенің. Қандай қыз екенмін, қай көшеде тұратын бәрін. Әйтеуір соңында ананы сұрады, мынаны сұрады, ең соңында бәрін тауып алды бұл. Мүмкін емес қой, бұл шоманайшы болып тұр, қалай шоманайшының қызын біз танымаймыз деп қояды. Бәріңізге рахмет, өстіп тойлап, жасап жүре беріңіздер. енді құдайға шүкір қазір бұрынғы кез емес. Мынау телефондарымыз бар, сымсыз телефон. Құдайға шүкір енді кім қай жерде тұрамыз, бәрімізді біліп жатырмыз телефон. Енді бізге ар жағымызда не қалды? Той мерекеге келейік, бірін-бірімізге қатынасайық. Мына тұрған жер, той, самолет ұшып жатыр. Құдайға шүкір жағдай жетеді. Тойға келейік, тойда қатысып, бірін-бірімізді тойға шақырайық. Алған жағында осындай немізді үзбейік. Давай, жақсы, рахмет. Тоқтай тұрыңдар, Темірбай, тоқтай тұрыңдар. Жаңа Ақаев жолдас бір жақсы дәстүрді еске салып кетті. Бұдан былайғы естелік айтқан жігіттер, тілек айтқан жігіттер өзі туралы қысқаша мәлімет беріп кеткені жөн деп ойлаймын. Жаңа Асқар келін алдым, қызымды ұзаттым деген сияқты. Иә, 40 жылда. Енді бағана 1-ші класстан бастадық, талай қызықты оқиғалар болып отыр. 40 жылда талай асудан астық, асудан ашқанда сол қандай асудан астық? Не бітірдік, не тындырдық деген сияқты. Ұл өсірдім, қыз өсірдім деген сияқты қысқаша мәлімет бере кеткеннің артықтығы жоқ деп ойлаймын. Мен 93 жылы көшіп келгенде балдарым өте жас еді. Әрине көмір жақтық, газды көрген жоқпыз, қиыншылықты көрдік. Сонымен жаңағы өзіміздің теңге шықты. Ол кездерде кішкентай балдарымыз жас болды. Действительно, мен қиналдық. Оның бәрі артқа қалды. Құдайға шүкір. Осында көшіп барғанда кішкентайым 2 жасар еді. Қазір құдайға шүкір 2 ұл, 2 қызым бар еді. 2 қызым